Бақта алма және алмұрт ағаштарының қатынасы 5 пен 3 сандарының қатынасындай. Егер алмұрт ағаштары алма ағаштарынан 6-ға аз болса, бақтағы барлық ағаш санын анықтаңыз. Мына жердегі 5 пен 3 ол ағаштардың сандары емес, ол олардың қатынасы. Мысалы, мына жерде алмұрт, мынау бірінші алма, екінші алмұрт ағаштары. Алмұрт. Олардың қатынастары 5 пен 3 сандарының қатынасындай. Ол дегеніміз бастапқы сандары болғанда, оларды бірдей санға бөлгенде осы сандар шықты. Оларды бірдей санға қысқартқанда осы 5 пен 3 сандар шықты. Сол қысқартылған санды x деп аламын. Әрі не беріліп тұр бізге? Егер алмұрт ағаштары алма ағаштарынан 6-ға аз болса. Сонда мынаған қарағанда 6-ға аз болса, ол дегеніміз, егер алма ағаштарынан алмұрт ағаштарын азайтсақ, бізде 6 шығу керек. Сонда 5x азайту 3x тең болады деп 6 теңдеуін құрсақ болады. 5x азайту 3x ол 2x тең 6. Сонда x-тің мәні 6 бөлі 2 ол 3. X-тің мәні 3 болса, бақтағы барлық ағаш санын анықтау үшін қараңыз. Мына жерде әр ағаштың санын тауып оларды қоссақ болады, немесе бірінші бөлшектерді бір-біріне қосып, одан кейін 3-ке көбейтсек болады. Бірақ мен әр ағаш түрінің санын тауып, бірінші одан кейін оларды қосамын. Егер x 3 болса, 5 көбейту 3 15 алма ағашы бар бізде, және алмұрт ағаштар саны 3 көбейту 3 9 ағаш, ол бізде алмұрт ағаштары. Және олардың барлық ағаш санын табу үшін екеуін бір-біріне қосамыз, шығады 24 ағаш, ол барлығы. Сонда жауаптардың ішінен 24 ағаш D жауабы дұрыс.